48 размері қалады. Массовый тігейін деп жатырмыз. Мына біріншісі арқасы, мына алдыңғы бөлігі, жеңі, мына ремменмен поясы, мына қалтасы. Осылай массовый пішіп дайындап аламыз. Бұл жерде 6 штук. Мына қалтамызды айландырып оверлоктап аламыз. Оверлоктап алғаннан кейін бұны тігеміз, дайындап қалатқа тігуге дайындаймыз. Мінекей оверлоктап алған қалтамызды 2 сантиметрдей етіп осылай тігіп шығамыз. Мына шетін, мына жағында бүйтіп айландырып тігіп аламыз. Келесі бетінде солай тігіп аламыз. Мінекей біз енді мына жерден қалта саламыз. Қалтаны мен 23 сантиметрден саламын, белгілеп аламын. Мінекей осы белгілеген жерге мына қалтамызды былай қоямыз. Енді булавка шаншып аламыз. Мінекей булавка шаншып алдық. Енді біз выточкасын саламыз. Выточка бізде мына төбесінен өлшенеді. Мына жақтан 20-30 сантиметр дейміз. 30 сантиметрден, значит, мына жерде бізде выточка болады. Осы выточканы біз теріс жағына аударып саламыз мына жерге. Міне бір жарымнан. Міне осылай сызып алып аламыз. Міне сызып алдық. Енді осы выточканы тігеміз. Выточканы қатты ұзын алудың қажет емес. Бар жоғы 13-14 сантиметр жетеді. Қазір біз қалтасын тігіп шығамыз, выточкасын тігіп шығамыз. Міне сызып алған выточкаларымызды қазір осылай қойып тігіп аламыз. Бірінің артынан бірін тез жылдамдап тігіп аламыз. Өйткені біз массовый тігіп жатырмыз. Енді қалтасын тігеміз. Мінекей қалтасын булавка шаншып қойғанмын. Осы қалтасын айландырып тігіп аламыз. Закрепка беріп, мінекей осылай айландырып тігіп шығамыз. Міне қалтасы бітті. Сеңіз выточкасын тіктік, қалтасын тігіп алдық. Енді біз арқасына қойып, мынау иығын тігіп аламыз. Жағын қойып алдым. Енді мынау выточкалардың бәрін тіктім. Бірінші біз бұның иығын тігіп аламыз. Міне иығын осылай қойып, булавкамен шаншып аламыз. Міне келесі бетінде тура солай шаншып алып. Мінекей осы жерде қазір тігіп шығып, оверлоктап аламыз. Міне иығын оверлоктап шықты. Енді біз жеңді саламыз. Иығын тігіп алдық. Енді біз мына етек жақтан, мына етек жағынан тегістейміз әр уақытта. Көйлек тіксеңіз де, кофта тіксеңіздер де. Міне осылай тегістеп келген кезде қарап тұрсаңыз, осындай артық болып қалды. Мынағы міне алға қарай 1,5 сантиметрдей түсіп тұру керек. Міне осыны біз қазір осылай кесіп тастаймыз. Міне былай кесеміз, аршеттен емес, мінекей. Міне кесіп алдық. Мына жерде сәл ретке жібереміз. Міне осылай кесіп алдық. Келесі бетінде мінекей мен төсеп қойдым. Тура солай болып тұр. Мінекей бұл жағында осылай кесіп аламыз. Міне енді бізге жеңін салуға уже даяр тұр. Енді біз жеңді көреміз. Бұл жеңді мен алды-артын бірдей қырыққанмын. Қазір мына алдыңғы жағынан міне осылай 2 сантиметрдей былай қырқып алып тастаймыз. Бұл алдыңғы жағы болады. Мінекей былай қойып, екеуін бірдей. Міне енді бұл жерден белгі ұрып аламыз бүйтіп. Міне бұяқтан белгі ұрып алдым. Мына жерден белгілейміз. Енді біз өлшеп көреміз. Мінекей былай қойып, өлшеген кезде біздікі тура шығып тұр. Міне енді біз жеңді мына тұсқа шаншып аламыз. Бүйтіп қараған кезде біздікі тура осы жерге шақ келеді. Міне ол үшін біз осылай қойып, булавкаларымызды шаншып аламыз.
келесі бетінде тура солай шаншып аламыз. Міне біз шаншып алдық. Бүйтіп қараған кезде бұл өзі осы жерге тура шығатын. Қарап тұрсаңыз, тура келіп тұр. Біз енді бұның жең жағынан тікпейміз, мына қалат жағынан тігіп шығамыз осылай. Міне қазір біз жеңін бастап тігеміз. Мына осы басынан бастап, міне ортадағы тігіске келгенде артық болып баратса, бір сәл посадка жасап жібереміз. Ол біздің иығымыздағы сборкамыз болады, бірақ шлей көп посадка жоқ мұнда. Міне тігіп шықтық. Енді бұны айландырып, оверлоктап аламыз осылай. Міне біз мына жең оверлоктап шықтық. Енді мына жеңдерді жеңмен қосып, бүйтіп тігісімен тігісін қосып, бұлаққа шаншып аламыз. Міне етегінде солай көреміз. Бағана тегістеп алғанбыз, біздікі тегіс тура шығып тұр. Мінекей бұл жерден де бұлаққа шаншып алып, міне көрсеңдер, міне осылай аяғына шейін тігіп шығамыз. Арғы бетінде тура солай тігеміз. Міне енді мен алдындағы планкасын тігіп алдым. Мынандай ашық, біз екі бүктеп тігеміз бұны. Мына жерден тіктік, енді мына жерден тағы тігеміз. Бұны сырып алсаңыздар өте әдемі болады. Менде мына сырлығанды көрінбейді. Все равно сырып отырмын, сонда қалын ары бері оралып кетпейтін. Осы планканы мына бастарын қойып, бүйтіп ортасын тауып аламыз. Мінекей бүйтіп ортасын таптық, бұл жерде белгілеп аламыз мындай. Міне белгілеп алдым. Енді біз кеудесіндегі тігісінде тура сондай белгілеп аламыз. Мінекей мына басынан екінші басына шейін біз ірі тігіспен тігіп, бұны жиып, реттеп аламыз, өз қалпына келтіріп, өйткені созылып кеткен бұл. Мінекей доказа тігіп шықтым. Енді жаңағы айтқандай, мына уже қалталанып созылып тұр. Біз осыны былай жиып аламыз. Міне қалталанған жері қараңыз қандай сборкаланып тұр. Бірақ осы сборка осы жерде жоқ болып кетеді, өйткені бұл жер қатты созылып кеткен. Діктен осылай болады. Мінекей қазір былай қойған кезде бұл тартылып әдемі болып тұрады. Міне көрсеңіз, осылай теп-тегіс болып тұр біздікі. Келесі бетінде тура осылай істеп аламыз. Көрсеңіз, мынандай қылып жиып алдым, желкесіменен. Иығы келіп тұр. Мынағыда келіп тұр. Енді біз мына жерде белгілеп аламыз бүйтіп. Мінекей. Енді біз мынаны белгілеген планкамызды аламыз. Міне белгілеп қойған бұны да. Былай енді осыны осы жерге қойып, айландырып тігіп шығатын боламын. Мінекей, үстіп шаншып аламыз бәрін, айландырып. Міне, осылай көреміз өлшеп. Міне қарап тұрсақ, біз тура келді мына жерге. Енді осы бастан біз тігіп шығамын. Осы басынан бастап тігіп шығамын. Мінекей планкасын аяғына шейін тігіп шықтым. Мына көрінісі осылай планкасының. Енді біз мына тігістердің бәрін оверлоктап етегін қайтарамыз. Жеңін етегі қалды. Мынаның ішінің бәрі оверлоктанып, жеңі де, мына қолтығының қастары да бәрі тігіліп кетті. Енді біз мына жеңді манжет саламыз. Бұл манжетті өзінен шығарамыз. Өзінен шығару үшін бұны бұлай бір бүктейміз, және бір бүктеп осылай, мінекей осылай бүктеп, қазір мен не жерден 1 сантиметрден айландырып тігіп шығамын. Осы жаманда кете салды.
Бұл енді көңілің босамас. Болды. Сен өзің не істегеніңді білемісің, Жихан? Не істеп қойыппын? Осы шаңырақта шоқыр болатыраққа бәтің. Шешім қабылдайтын сен бәтің. Біз қызымызбен Mana енді көрсетейін қалай тұрғанын. Бұлай көрсеңіз, бұлай манжет болып тұр. Мына ішкі жағы да ешнәрсе көрінбейді. Мінекей, өте әдемі болып шықты. Келесі жеңінде тура осылай тігіп шығамыз. Мінекей, жеңнің манжеті бітті. Енді бізге етегін тігіп шығамыз. Етегін тігу үшін біз бұлай оверлоктап қойдық етегін. Енді осы жерден біз бұлай жалпақтау қылып 1-2 сантиметрден тігіп шығатын боламыз. Осылай соңына шейін оверлоктың үстінен тігіп етегін аяқтаймыз. Соңына да жетті. Мына шетінің ұшында солай тігіп аламыз. Мінекей көрсеңіздер, мынандай әдемі болып тұр. Біздің қалатымыз толық бітті. Енді біз ремен өткізетін петля істейміз, желкесіне іліп қоятын петля жасаймыз. Мен мына жерге петля істедім. Тура желкесінің ортасынан закрепкамен істеп қойдым. Енді ремен өткізетін істедім. Мына қолтығының астынан мінекей оны да осылай закрепка беріп қойдым. Бұл жерде ремен тағылады мына шетіне, мына шетіне солай тігіп қойдым. Закрепкамен тіге бересіздер. Мінекей, екі жақтан да. Міне осылай біздің қалатымыз бітті. Қазір киіп көрсетеміз.